Так, Астанада бізде кинопоказ аз болады, жалпы негізінде. Уже осы киноның кинопоказы болып қойған. И бүгін біз осы киноға келдік. Сейчас бағасын көреміз, коллегалар келіп жатыр. Айжан және Өткүлден. Осы екі қызы ертіп, бүгін осы киноға келіп жатырмыз. Жалпы кинодан шыққаннан кейін айтамыз қандай екен. Бір залда ожиданиямыз бар. Вот. Енді қазір кіріп жауабын айтамыз. Жауап емес, отзыв айтамыз, честно. Кино жалпы қандай? Зың-зың-зың или дың-дың-дың. Көндік шырын? По-любому. Соңғы рет болсын бірақ. Соңғы рет. Өзіңіз кино әлемде жүрсіз, және де неше түрлі киноларға түсіп жатсыз. Жалпы қандай жанрлары өзіңізге жалпы өтеді? Комедия и драма. Драма. Негізі жанр таңдамаймын. Таңдамайды. Келген жанрда. Егер сізге, мысалы, қандай сізге былай жалпы кино түсірер алдында бір рөл беріледі, дұрыс қой? Қандай рөлден сіз бас тартар едіңіз, например? Ешқандай рөлден бас тартпаймын. Барлығын ойнауға дайынсыз. Иә, енді қатты жаңа ориентацияға қатысты болмаса ғана ғой. Так кез келген рөл. Сізде жақында қателеспесем бір кино шығады. Соған дайындық қалай жүріп жатыр? Қай кино? Тайгер ТВ фильміспен түсіріп жатқаныңыз. Ол съемкасы әлі болып жатыр, білмеймін. Парковщикке ғой, Күзде шығу дейсіз, күздерге таман, Сол кезде сол жерде қандай рөлді ойнайсыз жалпы? Парковщик? Басты рөлді ма? Парковщик ойнаймыз, адамдарды, машиналарды парковать етеміз, соны көмектесеміз. Және сізді сториста жиі көреміз, спортпен, бокспен айналысып жүрсіз. Сол направлениеға алып кетесіз ғой дальше или просто хобби ретінде ма? Хобби ретінде ғой. Спорт, денсаулық кепілі. Әрдайым бос уақытында өзім достарымның залы бар. Сол жаққа шақырып тұрады, сол жаққа стабильно уақытым бос кезде, қолым бос кезде барып тұруға тырысам жиі. Сізді жалпы сериалдарда қазір көрінбей кеттіңіз жалпы. Тек кино әлемінде жүрсіз. Сериалға қайтып келетін ойыңыз бар ма? Мы қайтыстаймыз. Білмеймін енді, тоже сценарийге байланысты. Пока вообще жалпы Қазақстан кинематографиясында сериалдар өзі тоқтап қалды осы жылы. Полный метрлер фильмдер көбейіп кетті, соған байланысты енді фильмдерге де түсіп жатырмыз. Егер сериалдарда да жақсы сценарийлер болса, тоже түсе береміз. Ондай пока біз қатып қалған ештеңе жоқ. Жалпы көп жабық көрсетілімдер көп жүресіз. Білесіз, көп қазірде көбінесе комедия жағына көп түсіреді. Жалпы сіз қандай жанрларды көргіңіз келеді? Жақында түсірілетін кинолардан. Білмеймін, кез келген жанрда көргім келеді ғой. Бізде жалпы сол сала өскеніне әрдайым қуаныштымыз, қолдауға келеміз, достарымыз, таныстарымыз, ағаларымыз бар, әпкелеріміз бар. Жалпы қазақ киносының дамуы үшін жұмыс істеп жүрген жандармыз бәріміз. Определенно андай кино көргім келеді, андай кино емес. Голливудта, шетелде, Восток, Запад солар не түсіріп жатыр, соны бізде де түсірген сайын мен қуанып отырамын әрдайым. Егер сізге шет елге ұсыныс келіп жатса түсуге, сол жаққа баратын ба едіңіз? Әлбетте. Сізге көп рахмет сұхбатыңызға.